Бүгінгі осы тәжірибеден кейін барлық адамдардың көкейінде туатын сұрақ, неге мен осы уақытқа дейін өзімнің отбасыма антилипидный шай теңшіді бермегенмін деген сондай сұрақ туады. Содан кейін шешім 100% тез шешім. Бүгіннен бастап бүкіл отбасымен антилипидный шай теңшіді ішемін деген шешім қабылдайсыздар. Қараңыздар, тура сіздердің алдарыңызда антилипидный шайды алып, мен бір стакан қайнаған суға демдеймін. Бұл антилипидный шайдың құрамында 10-нан астам эфир майлары бар. Сондықтан ол ұшып кетпеу үшін сіздер үстіп бетін 5-10 минутқа жауып қоясыздар. Мінекей, жауып қойдық. Енді басқа стаканды алып, осы стаканға мен су құям. Ал енді мына стаканға кәдімгі жай жылы суды құйдық. Не болып жатыр? Демдеп қойған антилипидный шайымызды қазір бір стаканға мен құйып алам. Мінекей, былайынан құйып алам. Мінекей. Енді қараңыздар, қандай болып мәселе көрсетіледі. Біз күнделікті майонез жейміз, бала-шағамыз кола ішеді, демалып жатқан ауамызда ластанған, біздің ағзамызда осындай ластану процесі жүреді. Былайша қарасаңыз, енді аса қатты жаманшылығы жоқ, бір процесс жүріп жатқан сияқты біздің организмімізде. Мінекей, мынау біздің қанымыз ластанып жатыр. Мынау антилипидный шай. Бұған да біз ластану процесін жүргіземіз. Енді қарасаңыздар, байқап қараңыздар, антилипидный шай бірден осы шлак токсиндерді жояды, нейтралдайды. Қараңыздар, шай ағарып бара жатыр, Енді бірдей екі құбылыс болып жатыр. Мына стаканда антилипидный шай, мына стаканда йод. Екеуіне де йод құйылған. Біз күнделікті углеводы жейміз, Бұл біздің жеп жатқан палауымыз, бауырсағымыз, күрішіміз, біз ағзамызға түседі. Қараңыздар, біздің клеткаларымыз, жасушаларымыз осылай ластанады. Сіздер енді азанда таңғы ас, завтраққа болсын, обедке болсын, түскі асқа, кешкі асқа болсын, антилипидный шайды демдеп іше қойдыңыздар. Не болады? Сіздердің бағанағы углевод түскен организмдеріңіз тып-таза, құлан-таза, тып-таза болады. Енді біз қайтадан байқап қараңыздар, мына жердегі йод құйылған су біздің қанымыз қап-қара болып қоюланып жатыр. Қайтадан біз бауырсақ жейміз, палау жейміз, бешбармақ жейміз, қайтадан біздің клеткаларымыз ластанады, бірақ онша қатты ластанбайды. Қайтадан біз антилипидный шайды палаудың артынан ішіп жібердік. Мінекей, біздің клеткаларымыз үнемі тазарып отырады. Енді бара-бара қарап отырсаңыздар, сіздердің қандарыңыз қоюланып, бұл жүрек аурулары, инсульт, инфаркт, бауырға қаншама бұл ауырлық, нагрузка дейді ғой, толып, өтіміз қоюланып, мінекей осылай біздің клеткаларымыз ластана береді. Антилипидный шайды іше берген сайын, сіздердің клеткаларыңыздың қорғанысы нығая береді. Енді қараңыздар, бағанағы қап-қара су ішінде йод болған, біздің қанымыз қоюланды, өтіміз қоюланды, мынау антилипидный шай. Бұның ішінде де йод бар, бірақ сіздің қою қаныңызға қосылғанда қаныңыз сұйылтып, одан кейін қан айналымы жақсарып, көбінесе адамдардың басы ауырады, өт толған деп жатады. Өт толса неге басы ауырады? Себебі біздің жұлын арқылы бүкіл миымызды басып тұрған, бүйтіп шымшытырып қоршап тұрған өт каналдары бар. Өт толған кезінде, өт қоюланған кезінде, мынадай бағанағыдай қап-қара болған кезінде, біздің ол миымызға әсерін тигізеді, улайды, батареядан шыққан жылу сияқты. Содан кейін ұмытшақтық пайда болады, көру қабілеті төмендейді, инсульт, инфаркт, альцгеймер, паркинсон, аяқ-қол дірілдеп, судороги болып, мінекей өттің қоюланғаннан қаншама аурулар пайда болады. Антилипидный шайды күнделікті отбасыңызбен, бала-шағаңызға, апаларыңызға, аталарыңызға беретін болсаңыз, қаныңыз сұйық болады, қан айналым, зат айналым процесі керемет жүретін болады. Яғни бұл бүкіл отбасыңызға деген қорғаныс.